18 секунд это просто беспредел, потому что люди не успеют. Оның бәрі сказка ғой. Сорлы халық біз алданып жүре береміз ғой. Басқа вариант бар ма, айтыңызшы ал. Алданбағанда не істейсің енді? Нереально. Коррупция еще в чем-то, что свои только прошли деп. Өзім автокредитованиемен жұмыс істеймін. Қалай түсіндірсем болады сіздерге? Это беспредел, потому что люди не успеют за 18 секунд что-нибудь подать. Вот и все. 18 секунд это беспредел. Кто успеет за 18 секунд? Из 18 секунд из автобуса не успеешь выйти. Или в приложение не зайдет, потому что у нас интернет плохо работает. Только из-за этого. Оның бәрі сказка ғой. Қалай 18 секундта елдің бәрі заявка беріп үлгереді дейсіз ба? Ол мүмкін емес, оның бәрі әшейін. Жоғардағылардың сказкасы ғой. Сорлы халық біз алданып жүре береміз ғой. 18 секунд это просто в плане того, что вот мы сделали и все. А время никто не прописывал, сколько там по времени нужно будет и все. Біздің момындығымызды пайдаланады. Бізді ақымақ санайды, өздері мықты санайды. Оның бәрі өтірік әңгіме, оның бәрі сказка. Мүмкін нәрсе емес ол. 18 сағат десе бір 50% үлгерген шығар деп күтікке болар еді. Енді 18 секундта олардың интернеті де істемей қалады ол. Егер шын нәрсемен барсақ, мысалы қарапайым халық барса, өтінішпен интернеттер істемей қалады, то анауысы не алмай қалады. Ол бәрі өтірік нәрсе, 18 секундта ол үлгереді деген мен. Халықты алдап, халықты успокоить ету, олардың нелер сол ғой, ол халыққа бәрін ғой жасаймыз 4%-дық. Ол мүмкін нәрсе емес, ол халықты емес, ол өздерін ойлайтын адамдар ол. Сөздің ашығы. 42.500 теңгенің кезінде заявка бергеннің өзінде интернеттер істей алмады ғой. Мысалы, қаншама халық не алды. Ол қанша күнге не алды. Соның өзінде мысалға неге заявка тасайтын кезде интернеттерді қуыды. Енді 18 секундта елдің бәрі үлгерді дегенге ол өтірік нәрсе ол. Басқа вариант бар ма, айтыңызшы ал. Алданбағанда не істейсің енді? Даже редакторы, если не ошибаюсь, Тенгриньюс, они там за 43 секунды только смогли заполнить всю информацию. Вот так. Только это знание. Наверное, было бы разумно, если бы можно было заранее оставлять заявку. Заранее оставлять заявку, автоматически могли бы все проверить, и потом, допустим, после того, как, допустим, закрывают, либо на конкурсной основе, либо тому, кто первый подходит по всем критериям. Очень быстро, наверное, никто не успеет. За 18, извиняюсь, да, за 18 секунд закрыть, это, наверное, нереально. Өзімнің ақшам жетпейді машина алғаннан. Ештеңе айта алмаймын. Неге? Ну, насколько я знаю, портал всего на 700 заявок, и те, которых я знаю, хотели подать, они вообще не смогли даже. То есть это перегружено. Ну, и количество маленькое. Я думаю, у нас даже такого прохода в интернете нету, чтобы такой объем заявок быстро приняли. Беспредел болған кезде алдымен тестово көру керек еді. Мое мнение, вообще по областям надо было распределить и примерно посмотреть трафик. Понять, какой объем заявок и сколько пройдет. Исходя из этого уже отборку сделать. Конечно, сейчас будут все в целом недовольны, потому что нету этого, не обеспечено тот трафик, который должны были подать. И, соответственно, начнут обвинять кого-то в коррупции, еще в чем-то, что свои только прошли. Не, ойлаған, ну, надо было проработать просто эту систему и потом только запускать. Чисто мое мнение так, то, что это их ошибка. Мен өзім автокредитованиемен жұмыс істеймін. Қалай түсіндірсем болады сіздерге? Қарапайым халық ондайды ала алмаса, үлкен процент қазір таңда көріп жатсыздар. Автокредит новый с пробегом, проценттер өте жоғары. 1 минуттың ішінде жұмыс жасамай қалу деген ол былай келген кезде түкке де пайдасы жоқ халыққа. Айтарым ештеңем жоқ. Жоғарыда отқандар қарайтын шығар. 2 аптадан кейін тағы да болады деп жатыр енді. Оны бола ма болмай ма енді ол жағын енді белгісіз енді. Тиімсіз негізінде оны очередь барсаң, машина жоқ. Процент деген 4% деген халыққа выгодно деп айтады, бірақ алып жатқан адамды естімейсің. Кім алып жатқанын түсінбейсің, не үшін бергенде. Сол басқа айтарым ештеңем жоқ.